Қыпшақ Сейітқұл әңгімесі. Бүгін біз сабақта әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табамыз. Сұрақтарға жауап беріп өтсек, Сейітқұлды қандай ой толғандырды? Қабырғалы бойына келген кездегі ішкі ойы. Сейітқұл егінге суды қалай тартты? Не себепті жарлы жақыбайлар келе бастады? Егіншілікпен басқа тағы қандай кәсіппен айналысты? Қыпшақ Сейітқұл ел алдында қандай құрметке ие болды? Келесі тапсырма мақалдың жалғасын тауып суреттермен сәйкестендіру керекпіз. Мысалы, еңбек етпей елге өкпелеме, егін екпей жерге өкпелеме деген мақалды суретпен сәйкестендіреміз. Келесі тапсырма Қыпшақ Сейітқұл әңгімесіндегі Сейітқұлдың ағасы мен Сейітқұлды салыстыра суреттейміз. Кейіпкерлердің іс-әрекетіндегі жаман және жақсы қасиеттерді салыстырамыз. Мысалы, кейіпкердің бізде Қыпшақ Сейітқұлдың ағасы мал таппай, ұрлық қылып, еңбек етпей өмір сүрген. Ал Сейітқұл керісінше еңбек етіп, егін егіп, адал жолмен өмір сүрген адам еді. Келесі тапсырма шығармадағы Сейітқұлдың арманы мен еңбек етуін және де Сейітқұлдың жұрт ағасы болған сәттерін салыстыра суреттейміз. Келесі тапсырма шығармадағы еңбекқорлық пен жалқаулық туралы салыстырып талдап жазамыз. Яғни шығармадағы еңбекқорлық көрініс тапқан эпизодтар мен жалқаулық болған сәттерді салыстырып жазамыз.